Дәулетбекке жалпы саған сұрақ, Шерхан жаңа таныстыққа дайын ба? Қалай ойлайсың? Дайын емес, Мерейдің сөзінің жаны бар. Таныстыққа ол немқұрайлы қарап отыр. Өткенде кербезденіп эфир алдында ой, біз кездесуге бара саламыз деп кеткен адам мына жерде не кездесуі жоқ, не жауапкершілігі жоқ отыр. Біз еще үміткерге 12-де звондайды. Әй, субординация деген нәрсе бар. Түнгі 12-де. Түнгі 12-де адам не істейді? Ұйықтайды ғой, ұйқыға жатады деген сияқты. Футболка, иә? Иә, жабысып тұратын футболка деп. Осы әдемі образын біз жоқ Макатаева дүкенінен. Прям күшті. Еще был магазинде бағалар вообще смешные, но бірақ киімдер өте әдемі. Иә, өте күшті және стильный деп айтуға болады. Солай, біз эфирға дайынбыз. 14:30-да. Қалай? Евразия бірінші арнасы қосылы болсын. Қосылы болады. Кішкене адам ойланып әрекет жасау керек деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы белгілі бір жаңағы таныстықта жаңағы қоя салайық деген сияқты екеу ара болған сияқты. Жігітте онша қызығушылық болмаған сияқты. Мына қызда жаңағы сен өзіңе сенімді емес сияқтысың деп жаңағы сұрақ қойып жатыр ғой, үйленуге дайынсың ба деп. Қыз шапалақ ұрып жатыр да, сен де дайын емес сияқтысың деген сияқты ойы бар. Түсінікті. Қалайсыздар? Мен қай жерде жүр десеңіздерші. 28 Панфилов паркында жүрмін ғой. Онда нағып жүргенімді кейін білетін боласыздар енді, бұйырса. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, өзіңіз? Жақсы. Менің қасымда Шырай деген қыз. Біз эфирға дайынбыз. Күшті болып тұрмыз, иә? Иә, әдемі. Кстати, менің бүгінгі образым Бестчоп Макатаева дүкенінен осындай әдемі юбка және мынау қалай айтылады, футболка әлде? Бір айдың көлемінде. Қызық нәрселер болып жатыр енді. Шыдамай жүрмін. Айтып қойғым келеді. Бірақ енді айтуға болмайды деген сияқты. Солай. Ал баршаңызға қайырлы кеш болсын. Арафа күнінде ораза ұстаған жандар қабыл болсын ниеттеріңіз. Біз бір қызық айтайын. Қызым менен сәл алшақтау жүр. Прям алыста жүр ғой, алыста.